Есімім Ада Марибел Риос Бардодос. Мен 10-тамын және скрипкада ойнаймын. Менің атым Хуан Мануэль Чавес, көпшілік Беби ретінде таниды. Мен 19-тамын және виолончельде ойнаймын. Бұл аспап қоқысқа лақтырылған май құтысы ағаштан жасалған. Құлақтары сиіретін жұмсарту үшін пайдаланатын ескі құралдардан жасалған. Және бұл кнопки жасау үшін қолданылған. Аспап осындай әуен шығарады. Катаура сияқты қауымдастықта скрипканы иелік ету мүмкін емес. Шындығында, скрипканың құны мұндағы үйден де қымбат. Біз скрипканың қабыршағын осы қоқыс үйіндісінен таптық. Және сол кезден бастап қайтадан өңдеуден өткен музыкалық аспаптарды жасай бастадық. Бұнда өмір сүретін отбасылар қоқысты қайта өңдеуден өткізіп және сатып күн көреді. Өз басым мұндай аспапты құрастыруды ешқашан ойламаппын. Балалардың өңделген аспапта ойнағанын көргенде өзімді бақытты сезінемін. Скрипканың әуенін естіген кезде кеудемді қуаныш кернейді. Бұл сезімді түсіндіру өте қиын. The Recycled Orchestra бұл қоқыстан қайтадан өңделіп жасалған аспаптар оркестрі. Менің өмірім музыкасыз, мағынасыз болар еді. Адамдар қоқысты бей-берекет тастамау керектігін түсінулері керек. Сондай-ақ адамдарды да тастамау керекпіз.